Жындының жақсы жауабы. Үйленуді ойлап жүрген бір кісі өз-өзіне таңертең бірінші кімге жолықсам, сонымен ақылдасып, соның айтқаны бойынша үйленемін дейді. Таңертең айтқанды көшеге шығады. Жолда қамыстан жасалған атқа мініп алған, оны шө деп қамшылап отырған бір жындыға жолығады. Жындының қасына жақындағанда, жынды ол адамға: «Атымның алдынан былай кет, сені шайнап тастап жүрмесін» дейді. Әлгі адам не істерін білмей, орында мүсін сияқты қатып қалады. Бірақ кешегі берген сөзін орындау үшін, жынды болса да, осымен ақылдасайын, не дейді екен дейді іштей. Жындыға қарап: «Атыңды тоқтат, сенен бір нәрсе сұрайын деген едім» дейді. Жынды: «Сұра сұрағыңды» деп жауап қатады. Әлгі адам: «Үйленгелі жатырмын, қандай елмен үйленсем болады?» деп сауал тастайды жындыға. Сол кезде жынды оның бұл сауалына былай жауап қатады: «Әйелдер үшке бөлінеді. Біріншісі пайдалы, екіншісі зиянды, ал үшіншісі болса зиянды да пайдалы да емес» деп жауап береді. Жаңағы адам бұл жауабын түсіндіріп беруін өтініш қылады. Жынды оларды былай түсіндіріп береді. Біріншісі пәк қыз, көзі сенде ашылады, тек қана саған ғашық болып, сені ғана қалап тұрады. Ал екіншісі күйеуі қайтыс болған жесір, сенің малыңды жейді, балаларыңды сенің ақшаңмен асырайды, бірақ қайтыс болған күйеуі үшін көз жасын төгеді дейді. Ал үшіншісі баласы жесір, егер сен оны риза қылып, ескі күйеуінен де жақсы болсаң, саған пайдалы болады, керісінше болса саған бәле болады деп әлгі адамның сілесін тастай қатырыпты. Бұл жауапқа жаңағы адам: «Осы сөйлегендерің нағыз ақылды адамның жауабы ғой» деп таңданады. Ал жынды болса: «Мені өте маңызды іске қазылып еткелі жатыр еді. Мен сол ауыртпашылықтан құтылу үшін жынды болып жүрмін» деп жауап қатқан екен.